Сәлем достар, мен табиғаты бір таңғажайып жерде жүрмін. Қараңыздаршы, сіздерше бұл қай жер? Ендеше бұл ғажайып аймақпен сіздерді таныстырайын. Иә, мен Үржар ауданы, дәлірек айтқанда Тарбағатай табиғи ұлттық паркындамын. Жүз 40 мың гектар жерді алып жатқан қорық 6 түрлі кластерлік жер телімінен тұрады. Тарбағатай тауларының оңтүстік баурайы мен Үржар, Қатынсу, Емел өзендерінің алқабын қамтиды. Біз Қарабұйратқа қарай жол тартып бара жатып, Барқытбел жақтан осындай бұлақ көзін көрдік. Шөлдеп тұрмыз, енді сосы суық судан ішіп нәралайық. Сосын мұнда қызыл кітапқа енген 100-ден астам өсімдік түрі өседі. Ал жануарларға тіптен бай. Маңызды ақпарат. Қорықта аңшылыққа тыйым салынған. Қызыл кітап дегеннен ақ түсінікті ғой бірақ. Север шабайы алмалары да осы жерде өседі. Аталған жеміс дәл осы жерде пайда болғаны ғылыми дәлелденген. Барқытбелге беттеп бара жатып, жол бойынан жайқалған сол алмаларды көріп тамсанасың. Өзім тіпті осы жерде қалып қалсам ба деп те ойладым. Да, жарайды. Ары қарай кеттік. Ары қарай жүре берсек, сандық тас шоқысы көрінеді. Оның баурайында әдемі сарқырама бар. Ондағы көріністі сөзбен айтып жеткізу қиын. Алайда камера арқылы жеткізуге операторымыз барынша тырысты. Міне қазір біз Сандықтас шоқысының баурайында орналасқан сарқырамаға келдік. Барып өзіміз көріп тамашалап қайтайық. Жеттік. Табиғатты қорғау бойынша мемлекеттік инспектордың айтуынша бұл жерге де туристік маршруттар қойылатын болады биылғы жылдан бастап. Және бұл жерде сарқыраманың жанында орындықтар мен үстелдер туристерге ыңғайлы қылдырып жасалынады. Табиғаты тамаша, қараңыздар.
тасты, жабайы табиғатты сүйетіндерге керемет жаңалық екені рас. Тарбиған тарбағатай жердің құты деп Ильяс Жансүгіров айтқандай, бұл таудың тасы тарғыл, табиғаты тәкаппар, тарихы тұманды. Тарбағатайдың қойнауын ашық аспан астындағы мұражай десек те артық болмас. Осымен біздің жасаған мына бейне экскурсиямыз сіздерге ұнады деген үміттеміз. Үржар ауданына жол түсіп жатса, келіп көруге, ауасымен тыныстауға, естелік суретке түсуге тұрарлық жер.